Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біз каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Алдағы күндері 30 градусқа дейін аяз болады. Алдағы 2 күнде елдің батыс бөлігіне батыс антициклоны әсер етеді. Алдағы күндері 30 градусқа дейін аяз болады. Инбосинес _kz. Қазгидромет алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлады Түркістан _kz. Алдағы 2 күнде елдің батыс бөлігіне батыс антициклон әсер етеді. Өңірде жауын-шашын болмаса да, аязды ауа райы күтіледі. Ал елдің қалған аймақтарына оңтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронталды бөлімдер әсер етеді. Олармен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын жауады. Одан бөлек көктайғақ, тұман және боран болады деп болжанып отыр. Түнде елдің батысында ауа температурасы 22-ден 30-ға аяз, солтүстік батыста 20-30 аяз, солтүстікте, орталықта және шығыста 7-ден 18 аязға дейін әлсірейді. Оңтүстікте 5 аязға дейін 5 жылу, оңтүстікте шығыста 0-ден 10 градус аязға дейін көтеріледі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін бас көтерулеріңізді сұраймыз.